Олимпиада, жаңағы балалар айтып жатқандай, ұзатылып тәрі деп айта берейін. Құтты болсын. Балаларына осы Олимпиадаға қатысатын балалардың жолдағы ақ болсын. Үлкен белестерге жетіңдер, оқушылар. Сол Тиштай апамыз сияқты ұлағатты ұстаз болуларына шын жүректен тілектеспін. Алдағы Олимпиада сәтті өтсін. Барлықтарыңызға ақ жол. Рахмет, құрметті ұстаздар, қонақтар, балғын оқушыларымыз. Бүгін ұстазымыз Субханова Тиштай Киров атындағы қазақ тілі дәрісімен жаңағы Олимпиада өткен екен. Олимпиадаларымызға сәттілік тілеймін. Жастарымыз биіктерден көне берсін, ұстаздардың еңбегі жанай берсін. Бәріміз де ұстаздың алдынан өткен шәкірттерміз. Шәкірт ұстаздан озатын болсын. Осы мектебімізге бек жақсылық тілеймін. Біз ұстазымызды биіктен көрсетіп, осындай жақсы Олимпиада ұйымдастырушыларға мың-да алғыс айтамыз. Рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, құрметті біздің магниттік мектептің ұстаздары, оқушылары. Бүгін бұл Олимпиада өте үлкен аймақтық кезеңмен өтіп тұр. Себебі бұл біздің жалпы мектебімізге 17 мектеп, магниттік мектеп бар, соның ішінде 55 оқушы қатысқалы отыр. Біздің қазіргі бүгінгі келіп отырған оқушылар ішінде ақсу, еңбекшіл, қайрақты, Нұраталды, Қармыс, Тұмсық, қалған бізде Нұраталды, Талды, Ақшоқ. Келді ма Нұраталды? Одан кейінгі мына жақта Ақшоқымыз бар, Ақбауырымыз бар, Дәриямыз бар, әр жақта көктің көл, одан кейін Шопа, Ақбауыр, содан кейін Шәкәр мектептері онлайн қатысып отыр. Қазір ол кісілердің онлайн қатысып, жалпы бізде тапсырманы бланкілерін жіберіп, тапсырмалар жіберіліп, онлайн Zoom платформасы арқылы жалпы 55 оқушы қатысып отыр. Енді Тиштай Аркинқызы атындағы бізде осы мектепке келгеннен бастап, осы кісілердің жалпы ұрпақтарына, балаларына, немерелеріне үлкен мектеп ұжымы болып хат жолдаған болатынбыз. Сол кісінің атына арнайы дәрісхананы біздің жақсы қазіргі заман талабына сай күрделі жөнделтуге. Бұл кісілер қабыл алып, өздеріңіз білесіздер, барлық жұмыстарын атқарды, полынан бастап алып тастап, төбесін барлығын кәдімгідей жаңадан бізге жылы, қазіргі заман талабына сай жайлы, жарық дәрісхана сыйлады. Ол дәрісханаға қазір осы отырған 3-ші А сыныбы және басқа сыныптар бізде дәріс алып оқиды. Ол сыныпта аталған дәрісхананың әрі қарай жұмысы, зертхана жұмысына жалғасу үшін біз осы биылдан бастап аймақтық деңгейде осындай көркем жазу өнер олимпиадасын ұйымдастырып отырмыз. Бұл олимпиадаға 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші класс оқушылар қатысып отыр. Енді осы кісінің ұрпақтарына, балаларына, немерелеріне, келіндеріне, күйеу балаларына жалпы осы кісіден тараған жолдасы үлкен ол кісі де осы ауданымыз үлкен азаматы Аман Сұқанұлы ол кісі де білесіздер. Сондықтан да осы кісілерге арнайы біз ұрпақтары осындай бізге дәрісхана сыйлап, енді осы дәрісхана әрі қарай осындай олимпиада мен ұстазға. Ең біздің негізгі мақсатымыз ұстазды ұлықтау, ұстаз мәртебесін көтеру. Ұстаздың жалпы өмір баянынан оқи отырып, жаңа кітаптың өзін оқи отырып, оның өзі біздің ұрпақ үшін болашақ өсіп келе жатқан балаларымыз ұстаз болудан мүмкін, жалпы өмірлік, отбасылық үлкен бір тәрбие алатын кітап деп айтамыз. Сол кітаптың өзінен зерттейтін болса адам. Жалпы осы әрі қарай зерттеу жұмысына жалғасса, бұл тек қана қазір олимпиададан басталып тұр, әрі қарай зерттеу жұмыс жасап, сол кісі туралы жалпы негізгі ойларды, ол кісінің шәкірттерін мейрамхана составында қазір ортамызда отыр, қаншама алдынан шәкірт өткен. Сонымен қоса, осы кісінің ұрпақтары атынан арнайы ақшалай сыйлықтар болады, сертификатпен қоса біздің мектептің ұжымының атынан.
Содан кейін алғыс хатымызбен марапаттымыз, ал қалған жаңағы медальдар, өздеріңіз көріп отырсыздар, сыйлықтар барлығы осы ұрпақтардың атынан. Сондықтан да сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын, ұстазға деген, анаға деген құрметтеріңіз әрі қарай жалғасын тауып, үлкен бір мектебіміз үшін оқушы бүгін үлкен бір қолына диплом алып, осындай бір олимпиадаға барып келуге біздің жан-жақтан келген балалардың өзі үлкен бір мәртебе, үлкен жетістік. Алғашқы қадамдарыңыз, бірінші класстың балалары да келіп отыр. Сондықтан да қадамдарыңызға гүл бітсін, келген мұғалімдер сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Тағы да жабылу кезінде сіздерге де салтанатты жиында айтатын боламыз. Сәттілік болсын. Ұстазға деген, анаға лайық болу ұранымыз. Шығарып қазақ атын бар әлемге. Соң келсін әрқашанда жыр әніміз. Бақытты елдің ол қызымыз. Әркімді маңдайда жұлдызымыз. Елдерді бір-бірімен жалғайтылар. Болашақтың ертеңгі ұланымыз. Олимпиадаға қатысушы оқушыларға сабырлық, әділдік, талаптылық, төзімділік, ізеттілік, лайықтылық, ілтипаттылық, көркем жаза біліңіз. Білімді қатысушыларға сәттілік тілейміз. Бақытты болуға сенің де шамаң бар. Бір уақыт өмірді сүре білген, бір уақыт жанайы күле білген, еркелеп өмірге қанат қағып, шын бақыт бәріңе тіледім мен, жүрегіммен тіледім мен. Ана класқа неге тұр? Енді кезекті екінші сыныптарға кезек берсек, үшінші орынға ие болған үшін Қайрақты бастауыш мектебінің екінші сынып оқушысы Аманжол Санжар марапатталады. Осындай үшінші орынға ие болған үшін Ыбырай Алтынсарин атындағы Тілек мектебі жанындағы интернаттың екінші сынып оқушысы Мұрат Айдын марапатталады. Осындай үшінші орынға ие болған үшін Нұра жалпы білім беру мектебінің екінші сынып оқушысы Мейрамбек Марлен марапатталады. Жетекшісі Әшірбекова. Енді кезекте бірінші сыныптарға кезек берсек, үшінші орынға ие болған Қызылқой жалпы білім беретін мектебінің бірінші сынып оқушысы Ерханат Азиза марапатталады. Жетекшісі Қазербаева. Осындай үшінші орынға ие болған Қызылтау негізгі орта мектебінің бірінші сынып оқушысы Сәден Айшат марапатталады. Үшінші орынға ие болған үшін Ыбырай Алтынсарин атындағы Тілек мектебі жанындағы интернаттың бірінші сынып оқушысы Зейнолла Әбілмансұр марапатталады. Келесі төртінші сыныптағы алып үшінші орынға ие болған үшін Шәкәрім атындағы жалпы білім беру мектебінің төртінші сынып оқушысы Түсіпбекова Үміт марапатталады. Жетекшісі Құлмағанбетова. Үшінші орын иелерін фотоға марапаттар құтты болсын, бала шапалақтар қойыңыздар. Екінші орынға ие болған Тұмсық бастауыш мектебінің төртінші сынып оқушысы Кемал Жәния марапатталады. Жетекшісі Жұмарова. Осындай екінші орынға ие болған Нұраталды жалпы білім беру мектебінің төртінші сынып оқушысы Самат қызы Сабина марапатталады. Осындай екінші орынға ие болған үшін Ыбырай Алтынсарин атындағы Тілек мектебі жанындағы интернаттың үшінші сынып оқушысы Марат Аймира марапатталады. Жетекшісі Көкенова Жулай Жанарқызы. Осындай екінші орынға ие болған үшін Талды жалпы білім беру мектебінің үшінші сынып оқушысы Сатыбалды Нұрайы марапатталады. Жетекшісі Алшынбаева.
бірінші орынға ие болған үшін Ақсу негізгі орта мектебінің 2-ші сынып оқушысы Сәулеш Алинұр марапатталады. Уақытхан Айбарша жетекшісі. Осында 2-ші орынға ие болған үшін Шопа бастауыш мектебінің 2-ші сынып оқушысы Мұхтарбек Карима марапатталады. Жетекшісі Бакенова Перизат Жанарына. Осында 2-ші орынға ие болған үшін Шопа бастауыш мектебінің 1-ші сынып оқушысы Айдархан Каусар марапатталады. Тәженова жетекшісі. 2-ші орынға ие болған үшін Ақбауыр бастауыш мектебінің 1-ші сынып оқушысы Самат Меруенов марапатталады. Қалған балалар жаңағы марапаттарыңыз құтты болсын. Кел бала ортаға Сұханова Бану Аманқызына сөз кезегін береміз, одан кейін марапаттау рәсімін береміз. Бірінші орын. Құрметті әріптестер, біздің сүйікті де сымбатты әдемі оқушыларымыз бүгін аймақтық кезеңі бірінші рет өтіп жатыр. Мен өте қуаныштымын, себебі анасы бар адамдар бақытты ғой. Ал енді сол анамыздың ізін жалған осындай бір аты өшпейтіндей сынып дәрісханасы ашылып, оның артынан мына көркем жазудан олимпиада өтіп жатқаны бұл біз үшін, біздің отбасымыз үшін үлкен мәртебе. Өздеріңіз ойлаңыздаршы балалар, иә? Бәріміз біз анамызды жақсы көреміз. Солай емес пе? Иә. Сондықтан да ананың орны ерекше. Бүгін де мен сондай бір керемет күйді кешіп тұрмын. Анама деген сағыныш, сол бір мейірімі, жылы алақаны, аялағаны бәрі есімізге түсіп, бір түрлі бір қобалжыған күй кешіп тұрмыз. Ал енді осы қара шаңырақта менің анам бастауыш сыныпта сабақ беріп, сонымен қатар қосымша білім беру педагогі дейді ғой қазір. Ол кезде группа проведенного дня деп атайды, қосымша дайындық сыныбы. Сол үлгермейтін оқушыларды көбінесе сабақтан ары қарай үлгеріп кету үшін көмек жасайтын. Ол кезде мынандай жылы жайлы мектеп емес, отты да сол мектепте сол мұғалім болып жүрсе де жара салатын. Сол ана сырт жақтағы фермадағы балаларды өзі іздеп барып, алып келіп, қатыстырып, сол балалардың әдемі жазуына, жақсы оқуына бір мұрындық болды десе, мен артық айтпаған. Сондай тек қана мұғалім ғана болған жоқ, сонымен қатар әнді де тамаша шырқайтын. Сондай бір керемет әншілік өнерінде бардың. Оны кітабынан оқып отырсаңыздар, ана Алматы қаласындағы Қайрат Байбосынов 1-ші орында алса, менің анам сол байқауда 2-ші орында алған екен. Ендеше қазір Қайрат Байбосынов қандай әнші екенін білесіздер, иә, оқушылар. Енді міне осындай анамның болғанына мен мақтанамын. Міне бүгін сол ізін жалғап, бүгін мектеп директоры да Бақтығалиұлына көп алғыс айтамын. Осы кісінің өзінің сондай бір ізденгіш, жаңашыл, заманауи басшы екендігін мұны осындай жақсы істерінен көруге болады. Ары қарай да істері жалғасып, оның ішінде сабақ беріп жүрген, білім беріп жүрген пән мұғалімдердің да өзінің бойында бір ерекше қасиет, дарындылық, балаға деген сүйіспеншілік бар. Қай кезде қарап отырсаңыз да, тіпті әлеуметтік желіден, Инстаграм парақшаларынан қарап отырсаңыз да, үнемі ізденісте жүреді. Осы бастауыш сынып мұғалімдері. Міне сондай бір сіздерге Жұлдызай мұғалім Жанар, барлықтарыңызды көріп жатамыз. Ал мен де осы мектептен 11 жыл бойы білім алып, 5-ші сыныпта көшіп келіп, әкем Ақшоқы совхозында директор болды. Сол 5-ші сыныпта осында көшіп келді. Экономика саласын басқарып, осы жерде 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін мен де білім алдым. Осы мектепте оқыдым. Міне Алтын Медетбекова маған мұғалім болған. Сондай-ақ осы мектептегі талай жақсы мұғалімдерден білім алып, қазір сол кісілердің ізін қуып, Іргелес Ақылбаев атындағы мектеп гимназияда мен де мұғалім болып жұмыс істеймін. Келешекте міне мамандық таңдағым келеді. Сондай бір үлкен әріппен жазылатын жақсы ұстаз боламын десеңіздер, мұғалімдік мамандықты таңдауларыңызға болады. Өйткені мұғалім болу деген ол өте керемет мамандық. Енді бүгінгі шараға тек қана ізі жалғасын, ары қарай жалғасын тапсын. Шәкіртақы тағайындау ол дәстүрлі түрде болады. Бұл мектепшілік бірінші рет өтіп жатқаннан кейін көлемі мүмкін аздау болуы мүмкін, бірақ аудандық және облыстық деңгейлерде көтерілетін болса, шәкіртақы әрине одан да тұрақты түрде беріліп тұрады. Меніңше оқушылар әрқашан әдемі жаза білейік, сауатты оқиық, білімімізді шыңдайық. Бүгінгі олимпиадаға келгендеріңізге қуаныштымыз. Осында
олимпиадаға қатысып бірінші орынға ие болған Шопа бастауыш мектебінің 4-ші сынып оқушысы Әбікен Фатима марапатталады. Жетекші Сәрсебаева. Осындай бірінші орынға ие болған үшін Нұраталды жалпы білім беру мектебінің 3-ші сынып оқушысы Амандықова Айсана марапатталады. Жетекшісі Асанова. Нұраталды. Осындай бірінші орынға ие болған үшін Ыбырай Алтынсарин атты мектеп жанындағы интернаттың 2-ші сынып оқушысы Болат Іңкәр марапатталады. Жетекшісі Ақылбекова Жанар Мұхамедова. Осындай бірінші орынға ие болған үшін Ақсу негізгі орта мектебінің 1-ші сынып оқушысы Сахатова Ақсар марапатталады. Жетекшісі Елеу. Барлық орындарымыз марапатталды. Жаңа айттық, осы Кіштай Әлкейқызының ұрпақтарына балаларының алғысымызды білдіреміз. Бірінші орынға 10 мың теңгеден, екінші орынға 5 мың теңгеден, үшінші орынға 3 мың теңгеден ақшалай сыйлықпен марапатталды. Сонымен қоса диплом, медаль осы кісінің ұрпақтарының атынан сіздермен бөлісейін. Енді жаңа айттық, бұл сайыс әрі қарай жалғасын табады. Жылда өзіміз дәстүр ретінде аламыз. Жаңағы онлайнмен қатысып отқан оқушылар, ата-аналар, мектеп мұғалімдер, сіздерге де марапаттарымыз құтты болсын. Марапаттардың барлығын осы мектептен арнайы келіп өздеріңіз аласыздар. Келген кезде сіздерді марапаттап, сол мектептен жаңағы саптық жеңіп болсын. Неде марапаттау рәсімінде жасайды деген үміттеміз. Сондықтан да мектеп басшыларына рахмет. Осындай біздің ұсынысымызға заявка жасап, сұраныс бойынша жіберіп, мына бүгінгі біздің ортамызға келген, өзі белсенді, сол мектепте жаны ашитын, осы бала үшін өмір сүріп жүрген аяулы ұстаздар сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Мектеп әкімшілігінің атынан, осы кісі ұрпақтарының атынан, себебі баланы алып келіп, мектепке алып келіп, осындай орынмен, үлкен сыйлықпен қайту сіздер үшін үлкен мәртебе. Жортқандар жолдарыңыз болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Жалпы ұстазға деген үлкен бір құрмет қой, сондықтан да осындай олимпиада көп болсын. Бұл олимпиада арқылы бала шыңдалады, әрі қарай ізденеді. Үлкен бір жай ғана бүгінгі бірінші келген бала үшін бұл жаңа бір баспалдағы. Оның өзінде бұл жетістікке жетсе, ол үлкен. Осы жетістіктен әрі қарай жетістікке жете беруіңізге тілектеспін. Барлықтарыңызға рахмет, ұйымдастырушыларға, барлық біздің мектептің ұжымына, осындай шараның өтуіне белсене қатысқан барлық ұжымға алғысымызды айтып, жақсы күндер. болуға сенің де шамаң бар.